Баршаңызға қайырлы күн, менің достарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Көптен бері YouTube каналына шықпай кеттім. Өзім жеке жұмыстарым болып, қолым тимей кетті біраздан бері. Енді бұдан кейін жасаған түрлі тамақтарымды, өсіріп жатқан гүлдерімді осылайша көрсетіп тұратын боламын. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде ең алғашқылардың бірі болып менің әрбір шығарған контентімді көретін боласыздар. Бүгін мен сіздерге мына өзімнің гүлдерімді көрсетпекшімін. Өткенде де көрсеткенмін, ол кезде енді гүлдейін деп жатқан кезі болатын. Ал қазір нағыз өзінің шырайын көрсетіп тұрған кез. Мына портулаки деген гүлді білесіздер ғой. Қалаларда, көшенің жағалауларына әдемілеп егіп қояды осы гүлдерді. Бірақ ол жерлерде дәл осындай болып, керемет болып гүлдеп тұрған жоқ. Бұл өзі портулаки деген гүл ешқандай жер таңдамайтын гүл. Кез келген жерде өсе береді. Бұны мен арнайы еккен жоқпын. Өзінің ұрығы түсіп, содан өсті. Гүл егетін жеріме ұрығы түскен ғой, содан өзі шықты. Мен сосын жұлмадым, өзіме ұнайтын гүл болғандықтан бұл гүлді жұлып тастамадым. Бұл өзі өсті, міне. Қараңыздар қандай керемет, маған қатты ұнайды. Күнге таңертең осы гүлдерге су құйып тұрам. Қасына келіп, гүлдеріме қарап, осылайша дем аламын. Қараңыздар қандай әдемі. Көзің тоймайды ғой мына гүлдерге ше, қараңдар қандай күшті. Вообще керемет болып гүлдеп тұр. Неше түрі түсі бар ғой, тағы мына қараңызшы. Ашық розовый, аққа сәл розовый тен берілген да. Нежный сондай керемет. Гүлдерді өте жақсы, сары түсті гүлдерді жақсы көрмін. Сары түсін қараңыздар, қандай әдемі. Қызыл түсті гүлдер, қызыл түсі. Барқыт гүлдер, арасында барқыт гүлдер уже көрінбей қалды. Портулаки басып озып, барқыт гүлдерден де өп кетті. Маған қатты ұнайды осы гүлдер. Керемет. Қандай күшті. Өткенде мен сіздерге көрсеткен кезде мына қиярларымыз енді өсіп келе жатқан, жарты беліне дейін жіптің, мінекей. Толық бір жер жапты. Мына жоқ жерден гүл өсіріп, қияр өсіріп отырмыз. Бізде жер жоқ вообще, огород егетін. Жоқ жерден өсіріп жатырмыз, қараңыздар. Дәрісін құйып, осылай өсіріп, көкпеңбек болып, керемет болып өсіп тұр. Біз кафельный системамен су қарамыз. Мына ыдысқа суды жинап қоямыз. Мінекей. Одан кейін мына кафельный система. Осылай осымен су қарамыз. Керемет болып өседі. Сіздерге көрсетіп жіберейін міне. Қандай әдем болып өсіп тұрған, көкпеңбек болып жайқалып. Төменге түстім. Біздің өзіміздің үйіміздің жері қисық болғандықтан, кіре берісімізді машина қоятын жерді осылай жасап қойғанбыз. Жоғарыға қиярды егіп қойдық. Өте биікте өсіп тұр. Қиярларымыз салып жатыр. Нерден түйіндер көрінбей жатыр, деймін, қазір көрсетем. Жапырақтары сәл уже сарғайып жатыр, ауырып жатыр. Қараңыздар қандай керемет. Жерден жақсы көрінбейді, анау жоғарыда қиярларымыз сап тұр. Көрініп тұр ма сіздерге? Үлкен болып салып тұр уже қиярлар.
Биыл бізде Шымкентте қиярдың бағасы түспей тұр. 300, 350, 400 сондай болып тұр. Осы қиярымыз сағал біз магазиннен қияр алмаймыз. Өзіміздің қиярымыз өзімізге жетеді. Әрі свежий, күшті болады. Жаңадан жұлып алып жеген қияр ше. Өзіміздің үйдің қиярын жеп отырмыз осылайша. Егер де сіздерге менің бүгінгі жіберген контентім ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі видеомда кездескенше сау болып тұрыңыздар.